Сәлем достар, каналыма қош келдіңдер. Осындай карамельді торттың рецептісімен бөліскім келіп отыр. Өте нәзік әрі дәмді шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Алдымен осындай варенканы жақсылап миксерлеп аламыз. Түйіршік қалмауы керек. Артынан сары майымызды және жұмыртқамызды қосып, оларды да миксерлеп аламыз. Ұнды електен өткізіп қосасыздар. Онымен бірге қосытқышты да қостым. Миксерлеместен алдын осылай лопатканың көмегімен бір араластырып алыңыздар. Жан-жаққа шашырамай бір тегіс миксерленетін болады. Бар ингредиентті қосқаннан кейін осындай қаймақ сияқты масса пайда болу керек. Артынан осындай кондитерлік мешокқа салып аламын. Негізінде міндетті емес, ол қасықпен жасасаңыздар да болады. Үйлеріңізде болса, осылай жасаған ыңғайлырақ. Пергамент қағазының үстіне осылай домалақтар сызып аламыз. Мендегі домалақтың диаметрі 20 см құрады. Осы домалақтарға бәрін біркелкі етіп массаны салып шығамыз. Жалпы осы массада менде 4 корж шықты. Толық ингредиенттерін астына жазып кететін боламын. Бәр массаны салып болғаннан кейін бетін қасықпен кішкене түзейсіздер. Ашық жерлерін бәрін жабу керек болады. Алдын ала 170 градуста қыздырылған духовкада 7-8 минутта пісіріп аламыз. Мен конвекцияны қосып қойдым. Конвекция қосқанда 165 градусқа қойсаңыздар да болады. Дайын болған корждарды осындай решеткада суытып аламыз. Ол суым дегенше кремін дайындаймыз. Менде 400 грамм творожный сыр қолдандым. Үстіне 145 грамм қант пудрасы. Жақсылап екеуін араластырамыз. Түйіршік қалмауы керек. Оның үстінен кілегейімізді қосамыз, 33%, кілегей 500 грамм. Бәрін осы видеодағыдай араластырып аласыздар жақсылап. Кілегей қосқан жерін видеоға түсірмеппін. Қант пудрасы мен творожный сыр екеуін араластырғаннан кейін кілегейді қосып, бәрін осындай өз формасын ұстағанша араластырасыздар. Осы видеода көрсетілгендей осындай формасын ұстау керек. Кремнің үстіне осындай езілген грек жаңғағын қосып, жақсылап араластырамыз. Араластырған кезде арасындағы ауасы да шығу керек. Креміміз дайын болды. Енді тортты жинап бастаймыз. Алдымен осындай кішкене кремді жағып аламыз. Корждарымыз ары-бері жылжып кетпейді. Корждың үстіне пропиткаға сүт пен вареный сгущенканы араластырып, осылай құйып шығамыз. Пропитканың үстіне осылай кремін тегістеп жағып шығамыз. Кремнің үстіне кейбірлері карамель қосып жатады, не болмаса вареный сгущенканың өзін жағып жатады. Бізде кремде жаңғақ бар ғой, сол себепті көбіне вареный сгущенка салсаңыздар болады. Мен ешқайсысын қолданғаным жоқ. Егер креміңізде жаңғақ араластырғыңыз келмесе, үстіне малиновый джем болсын, малиновый конфитюр болсын жағып, прослойка корж, пропитка, крем және малиновый конфитюр болса, кескен кезде де өте әдемі шығады, дәміне де өте ерекше дәм беретін болады. Бірақ видеода көріп отқандарыңыздай мен оның ешқайсысын қолданғаным жоқ. Соның өзінде де торттың дәмі ерекше дәмді әрі нәзік болып шықты. Оформлениесіне келетін болсақ, әрлеуі әркімнің өзінің идеясына қарай, фантазиясына қарай. Қатты тырысқаным жоқ. Кішкене тегістеп шеттерін бетіне шоколадный ганаш құйып қойдым.
Одан алдын міне шпателімізді осылай тортты айналдырған кезде шпателімізді тазартып отырамыз кремнен. Сол кезде бір тегістелетін болады. Бәрін тегістеп болғаннан кейін пищевой пленканың көмегімен осылай бір айналдырып орап аламыз да кемі 5 сағат тоңазытқышқа қоямыз. Менікі түнге қалды. Таңертең осылай пленкасын алып, бетіне шоколадты ганаш құйдым. 70 грамм шоколадқа 30 грамм сүтті араластырып, өз қалағандарыңызша ертіп аласыздар. Ганашымызды толық тегістеп құйып болғаннан кейін грек жаңғағымен осылай әрледім. Негізінде өз қалауларыңызға сай, өз фантазияңызға сай әрлесеңіздер болады. Жемшедектер қолдансаңыздар, не болмаса креммен әрлесеңіздер өз еріктеріңізде. Бастысы торттың дәмі өте керемет шығады. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Рецепт ұнады деген ойдамын. Каналымды барынша қолдап, тіркеліп, видеоға лайк басып кетіңіздер. Соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Келесіде одан да жақсы рецепттер салуға мен үшін үлкен мотивация. Сау болыңыздар.